Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарын насихаттау парызымыз. Бүгін осындай мақсатпен Алматы қаласы халықаралық жеңіс эстафетасын салтанатты түрде қабылдап алды. Жеңістің 70 жылдығына арналған арнайы кубокта астаналық шекарашылар алматылық әріптестеріне тапсырды. Толығырақ 28 панфиловшылар паркінде өткен шараны көріп қайтқан тілші материалында. Бүгін Алматыға халықаралық жеңіс эстафетасы келіп жетті. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары майданға 1 миллионнан астам отандастарымыз аттанып, олардың тең жартысы елге оралмаған. Сондықтан ұйымдастырушылар соғыс жылдары қаза тапқан боздақтардың ерліктерін болашақ ұрпаққа дәріптеу мақсатында осындай шара ұйымдастырыпты. Бүгінгі іс-шараларымызды өткізіп отыр шекара әскеріміз. Бұның бірінші мақсаты жаңа Қазақстан патриоттық сезімді тәрбиелеу азаматтардың арасында. Қазір біз осы жастардың арасында үлкен тәрбие жұмысты өткізу керек. Олардың тәрбиелегенде нағыз Қазақстан патриоттық тәрбиелеу керек. Жиналғандардың пікірінше екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында қазақтың қыз жігіттері ерен ерлік көрсеткен. Тіпті Бауыржан Момышұлы бастаған топ елінің намысы үшін алдыңғы шепте жүріп, Кеңес армиясының негізгі қорғанышы болған дейді олар. Ата-бабаларымыз, біздің апаларымыз осы соғыста жеңіп, бүгін біз осы үлкен жетістіктерге жеткеніміз осы сол кісілердің арқасы деп ойлаймын. Балаларды патриоттық сезімде өсіру біздің ең маңызды міндетіміз болып табылады. Айта кететін жайт, тмд елдерінің шекарасын жағалап келе жатқан бұл жеңіс эстафетасы бүгінше Алматыда тұрақтап, ертең Тараз қаласына жол тартады. Ал 1 мамыр күні жеңіс кубогы Қырғызстанға, одан кейін Тәжікстан, Өзбекстан, Әзірбайжан елдерін басып өтіп, 28 мамырда Мәскеуге қайта оралатын болады. Нұрсейіт Жылқышыбай, Жанат Әбдірахман, Қазақ Ньюс, Алматы.